Бартын сәлем достар, сәлем бүгін мен Сизюка және менің каналыма қош келдіңіздер достар. Бүгінгі видео достар, өздеріңіз тақырыбына және обложкасынан көргендей, бүгінгі видео мен қазір боянатын боламын. Яғни менде кетіреді өзіме болады. Ал осы боянғанымды менде сіңілім, яғни Ақгүл, осы боянғанымды озвучивать ететін болады. Яғни осыған мен не істеп жатқанымды, өзінің ойындағысын барлығын осы менің видеомда айтатын болады. Яғни мынау мынандай істеп жатыр, мынандай қолданып жатыр деген сияқты. Мен де соны істеп көргім келіп жатыр. Өйткені Ақгүлдің не айтатыны қызық. Мен шығып кетем, просто видеолардың барлығын қосып монтаждап кетем, ал Ақгүл өзі озвучка жасайтын болады. Маған қызық. Ал сіздерге де қызық болса, міндетті түрде лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал біз видеоны бастайтын боламыз. Кеттік. Мен дәл қазір боянамын, бірақ мынандай бір тып-тыныш отырып деп боянған странно кажется, да? Білмеймін, мен өзім үйренбеген. Мен как-то сөйлеп отырып боянуым керек, или вообще видеоны қоспай өзім ғана боянуым керек, болмаса музыка қосып боянуым керек, даже не знаю. Сіздер лайк пен подписканы ұмытпаңыздар, және менің TikTok аккаунтыма, Instagram аккаунтыма да тіркеліңіздер. Сіздерді сол жақта күтемін. Кеттік. Қалайсыздар достар? Сезімнің каналына қош келдіңіздер. Сіздер қазір Сезімнің каналындасыздар. Бұл өзінше бір боянатын бір видео түсіріп жатыр. Еще мына жердегі бір секрет айтайын ба? Бұл қыз осы видео түсіретін кезде біз бәрімізді осы комнатадан қуып шығар жерді да өзі боянып алды. Көрдіңіздер ма? Кірпік жабыстырып алған. Қазір енді боянып отыр. Ең алдымен осындай бір кремді бетіне жағып жатыр. Бірінші қолына жақты, сосын бетіне жақты, тосылған кремін. Сезім қазір ана жаққа шығып кетті, ал маған қалдырып кетті. Менен соғысына бүйтіп айтып отырмын сіздерге, сіздермен бірге әңгіме айтып. Сезім осындай кремді жағып болып, бетін бүйтіп ысқылап жатыр, екі қолымен сол кремді сіңдіріп бәрін. Сосын осылай сіңдіргеннен кейін бетіне деп желпіді. Сосын тағы бір штучка алды да, оны ашып, тағы оны бетіне жағайын деп жатыр. Мен бұның видеосын көріп шықтым, өте ұзақ болып түсірілген. Қазір мен не айтатынымды да білмеймін. Сол үшін әр әңгімені бір қозғай берем. Басында бұл қыз деген видео түсірем деп маған айтпады. Жоқ, бұл маған басын екеуміз бірге видео түсіреміз деді. Соны қуанып кетті, мен келістім. Сосын бұл деген маған осы өзі отырған комнатаны жинатты. Ана жерде көп şeylerin бәрін жинатып, косметикаларын әкелгіздіріп, барлығын істетіп алды бұл қыз. Мен ол видео түсіреміз деп, осы бәрін осы қыздың айтқанын істеп шықтым, бәрін әкелдім, жинастырдым. Соңында не болды? Не болды? Соңында Ақгүл, сен тек осындай айтасың, ал мен шығып кетемін деді. Соң мен осы видеоға қатыспадым. Сосын бұл арамышқа дейтін маған жинатып алды, бәрін әкелгіздіріп алды. Ой достар, мен бүйтіп әңгіме айтып отырған кезде Сезім осылай бетіне бірдеңені жағып, бетін жылтырын көрсетіп, сосын бетін тағы вентилятормен деп желпіді. Сосын естіп майса қалып отырып та, бүйтіп бірдеңені ашты, ішінен алды, сөйтіп осыны қасына жақпақшы енді. Еще достар, Сезім маған, егер де мен осы каналымда 1000 подписчикке жетсем, онда маған канал ашып берем деді. Сосын сенің каналына ең алғаш болып, өзім косметика сатып алып беріп видеоға түсірем деді. Сол үшін достар, Сезімді қолдап, естіп боянғанын көріп, лайк басып, тіркеліп, Сезімді қолдап кетіңіздер. Яғни, Сезімді қолдасаңыздар, онда мен косметика аламын. Ура! Мен осы моментті прям қатты күттім ғой. Мен жақта бүкіл әңгімелерді айтып жатырмын, бірақ әлі видео толмай жатыр. Сезім бағана қасын жасап отыр еді. Мен әңгіме айтып болдым, әлі қасын жасап отыр достар.
Еще мен енді 5 минутына келдім. Бұл видео 12,5 минут қой достар. Сосын достар, сезім осылай түрін осылай камераға көрсетіп, осындай бірдеңені алып, оны бояп, сөйтіп бояп, бір-біріне ұнатып, кейін осылай қасын бояп жатыр. Не құдайдың азабы екенін білмеймін, бірақ боянуға құмар болып тұрады. Мақұл боянсын, бетін боясын, қасында не жұмыс бар? Өзі істі бетіне бұлшылдаты 5 түні бояу жаға береді, тағы дастархан басында шай ішіп отырған кезде маған кеп, «Дау, ақгүл, бетім қыртылап кетті, бетім жара болып кетті, бетім мынандай болып кетті» деп сказкаларын айтып отырады ғой. Құдайя, онда боянбасай, боянба, бетің таза болады. Мен жетін орынды отырама әңгіме айтып отырсам, бұл компот ішіп, майнан жеп, рахаттан отыр ғой. Бұл қыздың қатты пыстау дейм. Отырып, видеоның жартысында музыка қосып, тыштан етіп билеп отыр ғой енді. Сосын достар, сезім осылай қасын істеп болғаннан кейін, осындай кішкентай бір спонжикпен осылай қасындағы айналасында таналқаларды, соның бәрін осылай ұрып шығып жатыр. Сосын астыға қарап, бірдеңені іздеп, әйтеуір осындай бір штучканы тауып, көзінің астына жағып жатыр. Бұл не үшін жағып жатыр? Түсінбедім бұны. Достар, мен уже айтатын әңгімем қалмады. Сол үшін қазір ойыма не түседі, соның бәрін айта берем. Мына жерде сезімменді бағанағы штучкамен көздің астына жақты, сөйтіп бір фотосызды, ойбай, сурет. Жоқ, достар, сызықтарды сызды. Сосын бағанағы мини спонжикпен емес, соның дәу түрімен осылай бетін ұрып шықты. Кейін қолымдағы айнасын былай жіберіп, сосын екінші бетін істеді. Сосын мына жерде тұштан етіп, тағы өлең айтып, қыдырып отырған сезіп. Сосын қолын тағы да бір мынандай штучка алды, бірақ бұл негізі помада. Білмеймін, бұл қыз шынды неғып бетіне қоланып отыр. Сосын бағанағы мини спонжикпен емес, соның дәу түрімен осылай бағана жаққан румянасын сіңдіріп шықты. Кейін бетіне тағы бірден істеп жатыр, осылай енін тартып алып, бірақ я не знаю, что это. Осылай мойнан, бетін, мұрнан, осылай істеп шықты. Мен осы кезде сезімнің қасында болдым, және қазір бұл жерде сезім андай бір пудрама сондай жақты бетіне. Кейін осындай бір дәу кесічканы алып, оны үрлеп, көзіне бояп жатыр. Осыдан кейін мені видео түсіруге шақырамыңдар. Қиналып кеттім мына сезімнің видеосына сөйлеймін деп. Айтып жатырмын, өтпей кетті ғой. Қашан болады нағыз? Еще достар, кейін осы видео біткеннен кейін сезім маған әлімжетті көрсетіп, мына жердегі косметикалардың бәрін маған қыздырып қойды. Еще мен қазір кетем, онан тез айтына видеоға деп мені қалып кетті. Мұны айтқандарының бәрін сезім естетін болса, боже мой, ол маған тағы не істейді? Қыз! Не мұна айтқандардан, мен саған осылай айт дедің бә деп тағы сөйлейді бұл. Сосын, мына сезім бағана кесішкасымен емес, жоқ қателестім, басқа кесішка алып, тағы осылай бүйтіп енін тартып, осылай бір сызықтар сызып жатыр. Неге керек бұл сызықтар түсінбедім. Достар, не айтам? Айтатын ештеңе қалмады, бәрін айтып тастадым. Міне сезім осылай істеп жатыр, дегеннен басқа айтатын ештеңе қалмады менде. Кейін сезім бағана көздің астына сызған штучканы тағы алып, осылай үш сызық сызып шықты. Бұл сызықтар неге? Не үшін бетіне бесімді бояу жағып жатыр? Оны достар, алда жаңалықтардан білетін боласыздар. Мен жүрегім қысылып кеттімнен боянғанын көріп. Сосын дәу спонжигін алып, осылай сызықтардың бәрін жойып шықты. Кейін осылай пикми болып, көзіне осындай бір қара бір сызықтарды сызып шықты.
нет, я знаю, что это. Бұл осындай бір стрелка сызды. Сосын здесь ол стрелкасын көрсетіп жатыр. Кейін мына стрелкасы дұрыс болмағаннан кейін сол стрелкасын дұрыстап оның үстіге тағы көрсетіп отыр. Сосын осындай карандашты алды. Мынау түсіп, бірақ басқаша карандаш екен. Соны алып, кейін еннің ішіне емес, сатын бояп, сосын ішіне былай ысқылады. Кейін осындай тинтті алды, осылай ішіне жаққа оны қолмен ысқылады айттан. Потом достар сезім осылай тинт жаққаннан кейін тағы астыға қарап, тағы бір штучканы іздеді. Бұны білем достар, бұл осындай Kiko дегеннен білмеймін что бренд, бірақ сондай бір блеск для губ бұл. Чтобы ерінді жылтыратып тұратын осындай бір помада. Сосын достар мен мынаны тоже білемін. Бұл бізде осындай хайлайтер, бірақ бұл сұйық хайлайтер екен. Сезім оны бірінші қолына жағып алды, сосын қолынан бетіне жағып, осылай өтірік кіліп тұрып, бетіне осылай жағып шықты. Сосын сені вуаля деп өзінің макияжын көрсетті. Сіздер достар оценивать етіп кетіңіздер, сезім макияж қалай шықты. Короче, достар, мен макияжымды аяқтадым. Вот қараңыздар, менде қандай макияж шықты. Короче, менде осындай бір әдемі нежный макияж шықты. Қараңыздар, прям өте күшті болып тұр. Ал енді сіздерге бұл видео ұнады ма, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер, және ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және сіздерге ең қатты ұнағаны Ақгүлдің осы озвучкалағаны қызық болды ма, әлде менің боянау процесім қызық болды ма, міндетті түрде комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Ал сіздер менің YouTube каналыма, TikTok каналыма және Instagram каналыма тіркеліп кетіңіздер. Видеоны аяқтайтын боламын. Я вас всех люблю. Пока-пока.